Сәлем қыздар, бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын құймақтарды жасап көрсетемін. Егер сіздердің құймақтарыңыз ойдағыдай шықпай жүрсе, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан осындай керемет болып шығатын құймақтарды жасай алатын боласыздар. Бұл құймағымыздың құрамында ешқандай ас содасы немесе разрыхлитель жоқ. Соған қарамастан құймағымыз ажурный болып шығады. Ендеше осы құймағымызды жасауға кірісейік. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Содан соң шекер қосамыз. Мен 6 қасықтай шекер қостым. Егер сіздерге шекердің көп болғаны ұнамаса, 2 қасық қоссаңыздар да болады. Содан соң жарты шай қасық тұз қосамын. Енді жақсылап араластырып аламын. Жақсылап ерігенше араластырып алыңыздар. Содан соң бізге ұн мен сүт қажет болады. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп қойыңыздар. Екеуін бірден қосып жібермейміз. Кезекпе-кезек қосатын боламыз. Сүт қосасыздар, ұн қосасыздар. Сүт қосасыздар, тағы да ұн. Осылай кезекпе-кезек жасайтын болсаңыздар, сіздің құймағыңыз сәтті болып шығады. Ең бастысы барлығын видеода көрсетілгендей қылып жасаңыздар. Бізде осындай қою масса пайда болады. Енді осы дайын болған массамызға 3 ас қасықтай сұйық май қосуымыз қажет. Оны да қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді 1 стакан бізге қайнаған су қажет. Қайнаған суымызды да бірден қосып жібермейміз. Аз-аздан қосасыздар, және де қосқан кезде тез-тез араластыруыңыз қажет. Судың барлығын қосқаннан кейін бізде осындай сұйық масса пайда болады. Табаларыңызды қыздырып қойыңыздар. Табаны қыздырып болғаннан кейін, табамызды қыздырып алғаннан кейін ең бірінші блинімізді, яғни алғашқы май жағып пісіретін боламыз. Содан соң қалған блиниді, яғни құймақтарды құрғақ табада пісіре береміз. Табаның асты орташа болып тұруы қажет. Құймақты екі жағынан қызартып пісіріп аласыздар. Егер көп құймақ жасағыларыңыз келсе, барлық затты 2 есе қылып қосасыздар. Керек заттың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет. Егер менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.